Саламатсыздар ма? Келген қадамдарыңызға нұр бүтсін. Ой, керемет жыртылып бір добрый болмай қойын құрсын. В общем, ойынға қош келдіңіздер. Бұл ойында Казвойсқа риза болмай жүрген 456 көрерменді жинап алдық. Казвойс бізді әуре қылмай, уақыт-уақытысында жаңа киноларға обзор түсіріп бізге көрсетіп тұрсаң болмай ма? Қанды шей бермей тез-тез түсірсеңші? Шатаспаңыз, мен Казвойс емеспін. Енді өзі орыстардың барлығын приколға айналдырады ғой. Мысалы қорқып көргім келеді. Дұрыс емес қой сол. Бұрын кинолардан қателік табушы. Қазір жалпақ тілдесі көбейіп кетті. Киноларды өзіміз-ақ көріп аламыз ғой. Біраз киноның басын бастап аяғын тастап кетеді. Көтерсеңші керек. Иә, дұрыс айтады. Түріңді көрсет, Казвойс, қашан үйленесің? Тынышталамыз болды, ережені тыңдаңыздар. 6 күн бойы 6 түрлі ойындардан өтіп шығасыздар. Кешіріңіз. Сонда біз 6 күн осы жерде боламыз ба не? Ал менің қалған операциямды осы жерде сіз істейсіз ба? Пластиковый ма? Қиын сұраққа жауап бере алмаймын. Бастысы, соңына дейін барған ойыншы мына шошқаның ішіне түскен ақшаларды ұтады. Люстрамыз күшті екен, Ауыздарыңызды жауып қалыңыздар, ара кіріп кетеді. Бұл жақта ара көп. 456 сен білесің ғой. Мыналарға үйретіп қой, өліп қалып жүрмесін. Болды, мазған шіртпей сиіп келіңдерді жатыңдар. Түнде туалетті ашпайтын әдетіміз бар. Ертең ерте тұрып ойын ойнайсыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін Кальмар ойыны сериалының 2-ші маусымының 1-ші сериясын айтып беретін боламын. Егер бұл видео 7000 лайк жинаса, онда бұл тақырыпқа қайтадан ораламын. Айтпақшы, 1-ші маусымға Казвойстың стилінде ультра жалпақ тіл керек болса, онда дауыс берейік. Яғни көк тетік керек, қызыл тетік керек емес екенін білдіреді. Оны ертең сағат 19:00-дегі пост бойынша диаграммадағы пайыздық нәтижеге қарап анықтайтын боламын. Ал олай болса, лайк пен тетіктеріңді баса беріңдер. Казвойс сайрайды. Содан соң Гехун ұшаққа отырудан бас тартып, әлгі ойындардың басшысы фронтменмен сөйлеседі. Ол ұшаққа отырмағанына алда әлі өкінетінін айтады. Сөйтіп Гехун қалаға келіп, пышақ сатып алып, денесін тінту арқылы аналардың аңдайтын құралын іздейді. Бір кезде құлақтың түбінен чипті тауып алады. Оны дереу құлағынан суырып алып, кәріз құбырларын тамақтандырып алады да, сценаны мынаған ауыстырып жібереді. Бұл кім десеңдер, бұл анау ғой. Мына жерде біреу оны атып тастаған етін. Сол жардан құлап өліп қалғандай болған етін. Сөйтсек өлмеген екен. Әйтеуір аман-есен ауруханадан оянып, шешесін қуантады. Кейіннен Джунхо майы қызметкері постына ауысып, мотоциклмен кетіп бара жатқан жас жұпқа айыппұл жазып тұрады. Арада қараптан қарап мына жұп ажырасып кетеді. Бір кезде бастығы кеп қалып, "Мына жерде не істеп тұрсың?" деп ұрысып, кеспеханаға келіп, кеспелерін жеп отырып, Джунхо бөлімшеге ауыссашы құрсын. "Болмайды ғой бұлай. Мен не істеймін енді? Алып келген ешқандай дәлелің де жоқ. Телефонның су түбіне кетті. Анау, мынау" дейтіндей әңгімелер айтып, соңында оған кім оқ атқанын сұрайды. Джунхо өтірік білмегенсіп қояды. Сөйтіп арадан 2 жыл өтеді. Кихун мотельдегі нөмірлерді сатып алып, жұптардың ұрысып ажырап жатқан бейне бақылаудан қарап отырады. Айтпақшы, мотельдің аты Пинк деп аталады. Пинк дегенде қандай түс еске түсетін онсыз да жақсы білетіндеріңді айтпай-ақ қояйын. Бірақ айтып қойдым, ештеңе қылмайды. Содан есікті біреу өлгенше дызылдатады. Кихун есікке келген кезде астынан біреу визитка сұқпалап тұрғанын байқап, есікті ашып қалса, әлгі ойынды жүргізуші фронтмен қолына Себек пен Самвудың бастарын ұстап тұрғанын байқап, оған оқ атады. Сөйтсе бұл Кихунның түсі болып шығады. Ал есікті дызылдатып тұрған кім болып шығады? Ол кезінде Кихунға қарызға ақша беріп, оны қайтарғанша асығатын кейіпкер екен. Енді қазір Кихун қарыздарын қайтарып, оған күні қарамағаннан соң ба, әйтеуір күніңді маған қаратсай дейтіндей түрімен жақын араласып жүргені қызық екен. Әңгіме барысында Ким мына біреу жалдаушыны 2 жыл бойы таба алмай жүргенін айтады. Иә, Кихунның да құры жатпай, бұлардың өздерін жалдап, жалдаушыны іздетіп өзінше болып кеткенін байқаймыз. Содан Кихун, "Миымды ашпай маған паражнак айта бермей, тез-тез тарыңдар" деп қолына ақшасын ұстатады. Сыртқа шыққан соң Ким адам санын көбейтіп, әлгі сұмырайды іздеп табу дейтін тапсырмасын береді. Оған қоса тапқан жағдайда ақшалай марапаттайтын айтып түсіндіреді. Оны естіп алған мыналар қазір-ақ тауып алудан безер емес. Джунхо кезінде өзін құтқарып алған балықшымен жолығып, карталарын ашып жіберіп, "Мына жер, сосын мына жерге барамыз" дейтіндей жолын түртіп, ойындар өтіп жатқан аралды табуға аттанады. Ал мына жақта Кихунның бандалары жалдаушының қандай екені және не ұстап жүретіні айтылып, әрқайсысына метроның бекеттерін күзететін орындары бөлініп жатады. Күдікті байқалып жатса, оларды суретке түсіріп, WhatsApp-тағы топтық чатқа жіберіңдер дейтін хабарлама да айтылып қалады. Содан барлығы қолдарына Такджидің конверттерін алып, өз посттарына кіріседі. Көрінген адамдарды жолынан ұстап, "Мына Слендерменді көрдіңіздер ме?" деген сұрақтармен бүкіл метроны шырылдатып, станцияларын тіміскілеп шығады. Қала берсе ойындарын қалай ойнайтынын көрсетіп, шапалақтарын тосудан беттерін аямайды. Арасында костюм шалбар мен дипломат ұстап бара жатқан тұрғындарды тоқтатып, оларды тексеруден өткізеді. Алайда дипломаттың ішінен Турсимайкіден басқа ештеңе табар емес. Сол уақытта Чунхо да берілместен аралдағы
жолдарын аралап, оларды айқастырып сызудан басқа амалы қалмайды. Айқас сызықтар күнтізбенің күндеріне де жайғасып, жалдаушы табылмай Кихунның түрін қайтыс болдырады. Чунхо шарламаған аралы қалмай, ендігі қайық жүргізушісіне "болдым, тойдым" деген сөзін айтып үмітін үзеді. Мына жақта метрода демалып, Ким мен Усокта үміттерін үзіп жүрек жалғап отырғанда, жолдың арғы бетінде бұраң етіп майысып тұрып такджи ойнап, ойыншы жинап жатқан ізделінді Слендермен көзге түсе кетеді. Бұлар оны дереу Кихунға хабарлап, жалдаушыдан көз алмай қыр соңынан аңдумен болады. Визитканы алған Джунхи есімді ойыншы. Ал мынау оның ішін томпайтып тастап кеткен Ли Мёнги есімді жігіті. Қазір ғана мына шләңгімен ойнаған сол болып табылады. Джунхи перзентханада кезегін күтіп отырады. Сөйтіп жігітіне хабарласады, ал жігіті телефонды алмай қояды. Сондықтан кезегі келген сәтте ол визитка бойынша ойынға қатысатын болып орнынан табылмайды. Ким мен Сок жалдаушыны аңдып жүріп, оның нан мен лотерея билеттерін алып жатқанын байқап, екі көздерін соның іс-әрекетіне қойып қояды. Ким Кихунға қоңырау шалып, оны асықтырады. Шләңгі бұл өмірге не үшін келген несіне түсіріп, бомждармен қайсысын таңдайсың дейтін ойын ойнайды. Көпшілігі билетті таңдап, джекпотын ала алмай жеңілумен болады. Тек біреуі ғана нанды таңдайды. Бір кезде жалдаушының шариктері айналып, жерге нанды шашып, үстіне секіріп, "Нанды таңдамаған өздеріңнен көріңдер" деп бомждарға мораль оқып, нанды аяғымен таптап тастайды. Ал бомждар "Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, бомждарға тастаңдар" дейтін моралін дыбыстап, оны тоқтатумен әлек болады. Мына екеуі көздері шарасынан шығып, не қорқарын, не күлерін білмей отырады. Кихун штрафстанмен асығып келе жатып, майы қызметкеріне тап болады. Ол бұған айып жазып қолына ұстата бергенде, Кихун уақыт жоқ дейді, газын басып, "Қашпақ болсаң зымырасын" айтып құри жөнеледі. Ал Чунхо стажерінің қызметін бағалау мақсатында тәртіп бұзушының Сон Гихун екенін байқап, бірінші маусымды еске түсіреді. Жалдаушы нанды мыжып болған соң көлікке отырып табанын жалтыратады. Мына екеуі такси ұстап оның артынан қуады. Шләңгі орнынан табыла бергенде, екеуі Кихунға мекен-жайды хабарлап, оны көше бойымен жағалай бастайды. Алайда екеуі соған жабыла бергенде осырып қойып, дипломаттың ізін бетіне жағып таяқ жеп тастайды. Чунхо мәліметтер базасынан Кихун жайлы ақпараттар біліп, көліктің нөмірі бойынша оның жалға алынғанынан хабардар болады. Біраздан соң Кихун аталған орнынан табылып, жалдаушыны іздеп тек екі байқұстың қанын табады. Оның бәрін Слендермен жоғарыдан қылтиып аңдып тұрады. Кейіннен жалдаушы мына екеуін орындыққа байлап ойын ойнамақшы болады. Ойынның аты русская рулетка. Ойынның мақсаты екеуі екі қолмен сулифа ойнайды. Жалдаушы бір қол дегенде, екеуі бір қолдарын алып қалу керек. Сонда қалған қолдары не көрсетеді, соған орай жолы болмаған ойыншы анықталып, басына револьвер тақалып шүріппе басылады. 6 оқтық барабанға бір ғана оқ салынып, кездейсоқ айналдырылады. Бұл жағдайда тірі қалу шансы 6-ға 1 болғандықтан 3 ойын бойы екеуі де аман қалады. Егер қолды тартып үлгермесе, дисквалификация орнап, бұл жағдайда да шүріппе басылады. Бір кезде шләңгінің іші пысып, күпті қыши бастайды. Ойын қызық болу үшін барабанға енді 5 оқ салынады, ал керек болса. Бұл жағдайда барабанның бос ұяшығы түсу шансы 17% құрайтын болғандықтан, ойыншының біреуімен қош айтысуға тура келеді. Содан кезекті сулифа ойналады. Ким қолын алмағандықтан дисквалификацияға ұшырап, Усок бұл ойында жеңімпаз атанады. Чунхо көліктің жалға берілетін компаниясының мекен-жайы бойынша осы жерден табылады. Бірақ есік жабық тұр екен. Не істейді? Маймыл құсап балкондармен көтеріліп, ішке кіріп алудан басқа амал қалмайды. Ішін тіміскілеп жүріп, Ким бастаған бандалардың жоспарларын көріп қалады. Бір кезде есіктен біреу кіріп келіп, бүкіл Чунхоға керек ақпараттар шырқалады. Бұл шығып кеткен соң, Чунхо детективтілігін қоздырып, Кихунның құжатын тауып алып, оның Пинк мотелінде тұратынын біліп алады. Сөйтіп Кихун мотеліне келсе, Пинк дейтін атаудың жарығы жанып тұрғанын байқайды. Ал бұл бұрын жақпайтын етін. Демек, іште біреу бар деген сөз. Кихун жалтақ етіп ішке кіреді. Ал іште оның 3 жыл бойы іздеп жүрген метрода такджи ойынын бірге ойнаған жалдаушы күтіп тұрады. Екеуі әңгімелесіп отырғанда, бұл ойын үшін әкесін өлтірген оңбаған екені анықталады. Содан екеуі русская рулетка ойынын ойнауға кіріседі. Келісім бойынша, егер Кихун жеңсе, онда ойынды жүргізетін фронтменмен кездесуге мүмкіндік туындайды. Кихун ерекше ойыншы болғандықтан, бұған револьвердің барабанын айналдырмай ату ережесі бұйырады. Сөйтіп жалдаушы барабанды кездейсоқ айналдырып, үстелдің үстіне қарудың өзін айналдырады. Оңғысы Кихунды таңдағандықтан, Кихун ойынды бастап басына тақап атады. Әзірше чық деген дауыс қана шығады. Екінші кезек жалдаушыға келеді. Бұл жолда бос ұяшық түседі. Кихун атады, бос ұяшық, жалдаушы атады, бос ұяшық. Осы сәтте жалдаушы Кихунды қоқысқа теңеп, тапанша сенің қолыңда, ережеге түкіріп мені ат тастауға зор мүмкіндік туып тұр. Бірақ сонда да сен мен үшін жай ғана қоқыс болып қаласың дейтіндей ашты сөздер айтылады. Кихун басады. Осымен 5-ші бос ұяшық. Ендігі кезек жалдаушыда. Бұл жолғы ұяшық енді бос емес екендігі бәрімізге мәлім. Сонда Кихун ашты сөзді өзіне қайтарып, ережеге түкіріп жалғыз оқпен мені өлтіріп тастауға зор мүмкіндік бар. Алайда сен мен үшін бетіңе маска киіп алып, ана жексұрындардың бұйрығын орындап, әрі-бері шапқылап көтені шошаңдататын жай ғана итсің дейді. Оған намыстанған жалдаушы соңғы оқты басына жібереді.